балалар, не істеп жатсыңдар? Бұны ұстауға болмайды. Бұл дегенің нағыз улы, өте улы заттар ғой. Балалар, бұл затпен ойнауға болмайды. Ойнауға болмайды. Достар, қазіргі таңда біздің Рудный қаламызда қандай экологиялық проблемалар бар? Өзен көлдерінің ластануы Иә. Мысалы, флора мен фаунаның азаюы. Ал менің ойымша, пластикалық бутылкалар, лампаларды салатын контейнерлердің аздығы. Иә, дұрыс. Ал батарейка салатын контейнер мүлдем жоқ. Иә, солай. Ал енді біз осы проблеманы шешу үшін қандай шараларды жүргізсек болады, не істейміз жалпы? Мысалы, Әмин айтып кеткен жаңағы бутылкалардың, пластиктердің ластануын жаңағы табиғатта ластап жатқанын азайту үшін, мысалы біздің қаламыздағы шағын аудандарға, көшелерде пластик салатын қорапшалар, яғни қоқысқа арналған жәшіктерді орнату қажет. Иә, дұрыс, менің ойымша солай. Пластикалық бөтелкеге арналған арнайы қоқыс жәшіктер қою керек. Және де лампалы мен батареяларға да арнау керек. Сонымен қатар әрбір мектеп ауласына осындай контейнерлерді міндетті түрде орнатып, олардың санын көбейту керек. Осы жұмыстарды жүзеге асырып, адамдардың сана сезіміне қалай кіргіземіз? Мысалы, жанама қағаздарын қоғамдық орындарда жабыстыру. Қазіргі таңда адамдардың көбісі Инстаграмда орып тұрады, және сол арқылы жарнама жасау. Сонымен қатар теледидарда да жарнама жасау керек. Осылайша біз алдымызға қойған мақсаттарымызға айқын жете аламыз.